Жалпы сіз самооценка дегенді қалай түсінесіз? Самооценка деген бұл адамның өзінің мүмкіндігі мен қабілеттеріне өзіндік баға беруі. Қаншалықты ол өзінің мүмкіндігі мен қабілеттерін бағалайды, соншалықты оның самооценкасы. Көптеген жағдайда адамдар өзінің самооценкасы түсіп кеткен айды. Сіздің самооценкаңызды ешкім түсіре алмайды. Сіз өзіңізді төмен сезініп кете аласыз. Сіз өзіңізді төмен бағалап кете аласыз. Оған айтып кететіндей бірнеше себеп болады. Қарым-қатынаста, немесе үйде, отбасында, дос-жарандармен жүрген кезде бұл қатынаста туатын нәрсе. Сіз өз ойыңызды айта алмай қаласыз, или сізге біреу бірдеме деп қалады. Сол кезде өзіңізді сіз төмен сезініп кетуіңіз мүмкінсіз. Болмаса қолымнан ештеңе келмейді деп өзіңізді төмен бағалап жүруіңіз мүмкінсіз. Қаншалықты өзіңізге мүмкіндік бересіз, шанс бересіз қуануға, бірдеңе аяқтауға, бірдеңе жасауға, қаншалықты сіз өзіңізді бағалайсыз, комплимент айтасыз іс-әрекеттеріңіз. Міне самооценка деген сол. Сондықтан айналамызда қандай жағдай болса да, өзіңіздің позицияңызда бір қалыпты қалу, бұл дұрыс, өте керемет самооценка. Себебі біз адамдарды түзе алмаймыз, жөндей алмаймыз. Олар деген бізге ұнамайтын сөз айтып қалуы мүмкін, біз келіспей қалуымыз да мүмкін, мысалы қарап тұрып.